Енді Маңғыстаулық сәлемдесуге кезек береміз. Ортада Маңғыстау облысының құрамасы Боранқұл. Көзім алды қап-қара болып кетті. Аула. Айттым, қатты секірмей ақ қойық, еще давлением бар деп айттым сендерге. Аула. Тұр. Осыдан кейін биді билемей ақ қойық. Ұлан қалай өлең айтып билеп жүре? Не хабар Астана? Қымбат достар, міне жалпы тағы да 1-4 ширек финалға келіп қалдық. Негізі шынымен де біздің осы демеушіміз жоқ. Бізді ақшалай қолдап демеу атқан ешқандай ағаларымыз жоқ. Біз басымыз шымайды бар ғой. Демеуші жоқ. Әкімшілікке, басшылыққа кіргенше бар ғой. Месси ма, Роналду ма барып ақша сұрау керек сол. Сөйту керек. Жо, сендердің бастарың жасай ма? Даппасыңдар ма? Сендер не, Месси, Роналдулар ерігіп жүр дейсіңдер ма не? Ақшасын босқа шашып, судың ақшасы дейді олар. Жарықтың ақшасы дейді. Каунслогі бар төлейтін. Wi-Fi-ың өзі 5000 теңге. Олардікі турбо шығар кішкен 7000 теңгенкі. Бутси алам дейді. Щиток алам дейді. Ақшалар дала кетіп өт дейсің ба? Олардан емес кінә, бізден міне кінә. Біз өзіміз ізденбейміз. Еңбектенбейміз. Мысалға кім бар еңбектенетін? Мысалы Ернар Айдар. Міне қара, құрдасты қара. Ақ құрдас қалай еңбектенеді? Қара. Көпен аға бар, бәріміз ақ құрдас, бәріміз қалай еңбектенеміз, қара. Көрдің ба? Қара, ол құрдас концерт беріп жүр жер жағалап. Билеті 2000 теңгеден. Қара, 2000 теңгеден 700 орындық калькулятор шаш. 700 орындық 2000 теңгеден. 1.400.000. 3 сеанс береді ол кісі. 4.200.000. Қара, 4.200.000. Енді 1.200.000 аренда, анау мынау суына, ақ нәскейіне сондайға кетті де. Таза 3 миллион теңге қалтасында. Бай, бар. Бұл үлкен жігіт айтып тұрған. Кішкентай қыздарды қара, сендер қалай еңбектеніп жатыр. Мысалға, Мисс Қазақстан 2018 жылы Атырау қаласының қызы, 16 жасар қыз, 2002 жылы қыз Мисс Қазақстан болды. Мықты. Қара, 16 жасар қыз Мисс Қазақстан болып жатыр. Жасымыз болса 25-те. Бір Мисс болып көрген жоқпыз. Болған жоқ. Ұят. Ол қыз негіз допинг қолданған ғой. Допинг қолданған ғой. Қайданғы допинг? Енді қарашеш өтірік кірпік жабыстырып алады. Бетіне майкап, ерінен ісіріп алады. Шашын бояйтын барлығы допинг қой. Адам алғасын өзінің табиғи сұлулығымен алу керек. Әдемілігімен алу керек. Бірақ қолмен ұстап көрмегесін сенбейсің ғой бір жаман жер. Жоқ, бұл ренішіңді түсініп тұрмын, Сәуле. Сен де қатыстың, ала алмадың, бірақ қолмен ұстайтын сен емес. Қолмен ұстайтын адамдар бар. Қарсы алыңыздар, тележүргізуші Алмас Алтай! Қалайсыз? Бәрі жақсы. Есау ұстап көруге ма? Алмасаға қойыңызшы, әйеліңіз бар емеспіз бе? Кешір, түсінбей қалдым. Әйеліңіз бар емеспіз бе? Ұстағаныңыз? Енді әйел болғанда қалай отырсың? Мен тек қана Есауның пиджагының материалды ұстап көрейін отырмын. Ал қызшы? Қызды да енді ол қыздың да материал қандай болғанын қарау үшін ұстаған едік қой. Ендеше өз қолдарымен ұстамайынша сенбейтін ауылдың балдары. Келеді! Құрметті достар, көреміз. Ауылдың бюджетінің барлық ақшасын букмекерлік кеңседе қадалып қалған әкім. Ал құрметті ауылдастар, мына соңғы 500 теңге алды, кімде қандай мнение бар ал? 20-35 тікші. 20-35. Байқа бәке, шықпай қалса тағы бір ай сусыз отырасың ал. 11 ай сусыз отырдық қой, бір ай стаймыз құрсыш. 20-35, алшы мен қарнас. 20 шықты. 35. 35. 35. Бер, 35. Сауыш. Не ол?
судың ақшасын қайтарып алдым. Әкім мырза құнықпаңызшы. Көтеріш құттай асфальттың ақшасын қайтарып аламын. Достар, пойызда адамның жынына тиетін осындай сатушылар өте көп кездеседі. Ойыншық аламыз, ойыншық аламыз. Мам, пистолет алма. Алмайсың. Пистолет Алмайсың пистолет. Пая. Алмайсың ойыншық. Пая. Алмайсың ойыншық. Үйде толып тұр ойыншығың сенің. Алмайсың ойыншық. Алмайсың деймін саған айтып отырмын. Әкең қайтам бол, тыңдамайды. Пая алайыншы. Алмайсың. Ұйықтатпадыңдар ғой. Вақтыдан келдік шаршап. Қанша мынау? 2000 теңге. Бер шәкелме. Жыламаңдаршы болды, шуламаңшы. Капрон аламыз, колготки. Капрон алам, колготки алам. Құрмет достар, соғысқа ұйықтап қалған батыр. Я, бәке, кәтім, қазір аяқпен киіп шығып баттым, міне. Әрбір отырыстан кейін есін білмей сол үйде қонып қалатын балдар болады. Сонымен отырыс болған үй келесі күн. Мына балдар тұрмай ма екен? Тұратын шығар, шәшейік. Сән бірде, апа. Олешсам. Саламалейкум. Амансың ба? Қалайсыздар? Жақсы, қалайсың өзің? Жақсы. Кел шай ішіп отыр. Жоқ, ішіп беттік. Баука жоқ па, апа? Баукасы кім? Мұндай адам тұрмайды біздің үйде. Тұрмай ма? Жоқ, ондай адам тұрмайды біз үйде. Кім деген балаңыз бар, апа? Нұрхат деген балам бар, ол 3 оқиды мектепте қазір. Басқа балаңыз жоқ па? Бала болғанда 2 жасар, енді 2 жасар бесіктегі балам бар. Соңғы құрдастар едік қой. Өз кезін айта қойсы, біз келіп кетті деп. Қазіргі заманның қатты дамығаны соншалықты, тіпті мейрамханада ет алып келудің өзі шоуға айналып кетті. Сонымен елестетейік, 2020 жыл мейрамханада. Рахмет балдар. Сонда бәрін түсініп тұрмын. Өте жақсы биле, өте жақсы шоу көрсетіп жатыр да. Бірақ мынау ас беруде біртүрлі екен енді. Дұрыс қой, енді кезінде атамыз шоумен болған ғой біздің. Қымбат достар, жалпы осы ойын соңында Есен ағамызға және Қазақстан ұлттық арнасына біз рахмет айтқымыз келеді. Осынау кішкентай ауылдың балаларын 14 облыстың алдына шығып, Жайдарма деген осындай деп көрсетіп жатқан, осындай Боранқұл деген ауыл бар деп көрсеткен 14 облыстың алдына мақтан қылған ағаларымызға алғыс білдіреміз. Қаяқтың 14 облысы? 16 облыс Қазақстанда. Оң кім айтты саған? Қазар алқасының мүшесі Берік Олин мырзаның өзі айтты. Сенбесеңдер қараңдар. Қазақстан енді өзі тек қана Шымкентте тұрмайды ғой, 16 облыс бар, білесіздер. 16 облыс бар. Көрдіңдер ма? Сендер бұл кісіге өйтіп әзілдемеңдер. Бұл кісі дейтін Темірхан Жүргенов атындағы өнер академиясын бітірген. Бітірген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірген. Тағы да бір-екі жерден бірдеңе бітірген бұл кісі. Бітірген. Біраз нәрсе бітіргенде, бірақ географияны дұрыс бітірмей қалған да бұл кісі.
Бұл кісі әдейі айтып тұр, көрдің ба? Мына қазір Жайдарман дамыған. Шет елдің адамдары қарайды. Сол қарап отқан кезде 16 облыс, мә, Қазақстан жер үлкен жер екен ғой, Қазақстан деген деп айтып қалсын деген. Көрдіңіз қалай ойлап тұр. Осы ойыннан кейін айтады, Қазақстанда 40 қала бар дейді. Айтады. Сосын неше ауыл бар дейтін едіңіз? 17-ші облыстан келіп тұрған Боранқұл құрамасы. Бұйыртса көрсеміз.